өзім алдарына барып сөйлесемін деп шештім. Сондықтан жауабын сосын айтам енді. Пока что ол кісілерде біртүрлі болып қалды. Не болып жатыр ол жерде деп. Қуанышты емес әрине. Бекзат. Енді Балауса ханым, қайырлы күн. Айтып келіп тұрған енді Ақеркені білеміз ғой. Ақерке кішкене зардап шегушілердің осы жерде кішкене көзіне жас алып жылап қалғандардың, яғни мен бір сендерге алданып қалдым деген сияқты отырсын білеміз ғой барлығымыз. Ал сен Майя саған сұрақ болып тұр. Сен де сол алданушылардың бірі болдың ба, немесе яғни сен зардап шеккендердің бірі болдың ба негізі? Яғни екі жігіттің сезімінен зардап шеккендердің бірі болдың ба сен? Саған сұрақ. Сіздің ойыңызша қалай? Жоқ, саған сұрақ қойып тұрмын ғой мен. Әрине. Яғни зардап шегушілердің бірі болды. Енді зардап шегуші деп олай әсірелеп айту керек. Енді ол нәрсе енді жақсы көріп тұрған сенің өзіңнің адамың басқа біреуге сезім білдіріп тұрса, яғни сен зардап шегіп тұрсың, яғни сен Ақеркемен өзің салыстырасың, Ақеркемен бірдейсің сен, яғни, иә? Жоқ. Ақеркемен бірдей емес. Бірдей емеспін, мен өзімді олай зардап шегуші ретінде қабылдамаймын ол ситуацияны. Қатты бір анау айтқандай үйтіп мені тастап кетті деп жылап отыратындай мен тұрмыстағы адам емеспін. Бұл кісіге тұрмысқа шыққан жоқпын ғой. Бекзат, енді сізде нормальный нәрсе деп ойлаймын. Енді өзінің әбірленуші деген сияқты керек емес сияқты. Енді Балауса ханым қазір ол ситуацияны сезе алмайтын шығарсыз, бірақ сол кездегі енді ситуацияға қарайтын болсақ, кәдімгідей енді өте бір ауыр ситуация қиын болды Бекзат. Енді айтқыңыз келіп отқан шығар, сізге тиді ма көңіліңізге деп айтқыңыз келіп отқан шығар. Иә, көңіліме тиді. Мен ренжідім, иә. Қараңызшы, енді толықтай Жәнібекті кешіре алдың ба сол ситуацияға байланысты? Жоқ, толықтай кешірген жоқпын. Бұл кісі өзі айтты, ары қарай бәрі жақсы болады, уәдесін алдым. Ары қарай көреміз ғой енді. Мен прям полный ол ситуацияны жіберіп тастадым деп айтпаймын, кеше ғана болды. Но енді кеше нәрсе болды, осындай жағдай болып қалды деп мен мұңайып жүрмеймін ғой, каждый раз. Бекзат, ана прокурор сияқты осы Бекзат түсінбеймін ғой. Негізі былай ғой, дұрыс айтасың. Бірақ енді Ақеркеге түсінуге болатын шығар, Ақерке жиналып қалды Ақеркеде. Біраз нәрсе, оғанға дейін де оның эфирдің алдында да сондай түсінбеушілік келді. И бірақ атылып кетті да Ақеркеде. Содан кейін Ақерке көп жағдайда сөйтіп көрінді, шыны керек. Ситуация бір болды. Оның бірінші рет болып тұр ғой біздің жағдай, біздің арамыз сондай. Бірақ оғанға дейін де Нұржан екеуі кішкене келіспей келе жатқаннан кейін сондай бір жарылған момент болған сияқты ол үшін. Жақсы, енді мынандай сұрағым болып тұр да. Сол кезде енді Ақеркенің айтуы бойынша үшеуінің басын кетеді деп айтты ғой. Сен өзіңнің қандай қатысың бар деп ойлайсың ол жерде, Ақеркенің айтуы бойынша? Мен ба? Сен. Ол жерде мен, если честно, машинада отырғанда ешкімді тыңдағанда жоқпын, потому что маған үйдегілер жазып жатқан еді түнде. Содан кейін мен телефонда отырдым. Одан алдын енді барлығымыз машинаға отырғаннан бастап мен телефонда отырдым. Содан кейін Ақерке ашуланып кетті. Майя, саған қатысы жоқ па? Не үшін келдің телефонда отыратын болсаң деп. Сөйлесе бердіңдер, қазір сендерге қосыламын дедім да мен. Мен тыңдаған жоқ едім. Телефон мына жақта сообщение толып жатты менде. Содан кейін мен енді телефонды қойып бітем дегенше Ақерке ашуланып машинадан шықты да есік жауып кетіп қалды. Одан кейін Нұржан айтты, керек емес деді. Ары қарай көндіріп сөйлесіп керек емес болды деді. Мен даже өзім не үшін шыққанымды да білмеймін сол кезде, если честно. Просто Жәнібек звондап, осындай Ақеркемен сөйлесейікші, барайықшы дегеннен кейін, ол жылап жатыр деп айтқаннан кейін мен сол үшін ғана шықтым. Одан кейін ой қалып қалды менде. Не үшін бардым вообще мен ол жерге деген? Балауса ханым, мен Жәнібекке сұрағым бар еді. Сәлем, Майя. Негізі өткен эфирде Жәнібек айтып қалған болатын, бізде таныстық тоқтамайды, біз сыртта жүріппіз деді. Енді халықтың алдында болып жатқан таныстық болған соң, бәрі осы студияда болу керек деп ойлаймын. Енді ресми ұсыныс жасауға неге асықпайсың, Жәнібек? Соны айтам. Негізі сөздің жаны бар, иә. Соған асыққым, негізі асық келе жаттым да, бірақ осындай тура өзінің сендер көріп тұрған сәт болды, жағдай болып қалғаннан кейін қайтадан ол нәрсеге ойланып қалдым, маған бізге тағы да бір нүктесін қою керек екен деген сияқты. Мынандай дүние болып қалғаннан кейін, енді бұның бәрін шешіп болғаннан кейін бұйырса оған қарай қадам басамыз. Негізі оғанға дейін дайын келген, мен шыны керек, дұрыс айтасың. Бір болды, мен енді бұйырса осы сөз жұптыққа сөз салам деп келген, бірақ енді аяқ асты осындай дүние болды. Мен бәрін біліп қойдым ғой енді. Балауса ханым, саламатсыз ба? Бүгінгі келіп жеткен мерекеміз құтты болсын. Майя, қош келдіңіз. Рахмет. Енді бағана сен Жәнібек бір сөзіңді айтып кеттің ғой, үйдегілермен біраз отырып сөйлестік, ақылдастық деген сияқтышы. Мына ситуация болғаннан кейін сен қанша пайызға түсіндің Майя саған керек екенін, ол бір. Ал екіншіден, сол үйдегілермен сөйлескен кезде әңгіме болды ма? Мен Майяны алсам ба деген сияқты, осы қызға үйленсем көзқарастарыңыз қалай болады деген сияқты. Бір жақынырақ сол үйленуге деген сияқты. Бірінші сұрақ, қаншалықты көзін жетті дейсің ба, Майяны жақсы ұнатқанында, соны айтып тұрсың ба? Иә, өткенде мысалы бәрі жақсы болып жүрген кезде білінбеді, и момент болды, Майяны жоғалтып ала жаздадың.
сол кезде сасқалақтап қайтадан жоқ маған мая керек екен деп соны қаншалықты түсіндің, қаншалықты керек екенін, мысалы жай ғана бір жүріп араласқанға керек па, әлде болашақ бір өзіңнің жарың ретінде көре аласың ба деген сияқты ғой болашаққа. Енді сол осы жерде Мая отырып жалған кезде мен түсіндім. Шынымен де Маяның уже маған деген сезімі ашылып келе жатқан мен сол кезде түсіндім. Жоқ, сіздің өзіңіз жайлы сұрап жатыр. Маяның сезімі емес. Өзіңіз болады ғой, бір бұл ситуация болды, бірақ менің көзім ашылды. Мен түсіндім, бұл адам маған керек екен, немесе бұл менің өмірлік махаббатым екен. Мен бұл қызға жауапкершілік алуым керек екен деген сияқты бір ойда өзгерістер болды ма деп сұрап Иә, онда ертесі күні болды ғой мына жерде отырып кешірім сұрағанда, сол кезде мен толық шынайы айттым. Түсіндім мен сол кезде шынымен де. Мен анда оғанға дейін де қателіктерімді көрмеппін да. Андай әр нәрсе менде мелочтен басталды ғой. Соның бәрі мән бермеппін мен шын. Соны жиналып қалғанын түсіндім да. Сол кезде осы жерде тұрып мен уәде берген болатынмын. Оғанға дейін бүйтіп бей-жай қараппын да. Ештен кетпейді енді мен танысым ғой, досым ғой, ештен кетпейді, айта берсін, комплимент ете берсін. Сендердің сөздеріңді мен ол кезде тыңдамаппын. Жай құлағымнан жібере беріппін. Оның бәрі жиналғаннан кейін мен сол кезде көзім ашылды да. Оның алдында айттық қой біз енді түнімен сөйлестік деп. Сол кезде сол жайлы сөйлескен болатынбыз Майя екеуміз. Содан кейін әбден бәрі жиналып болғаннан кейін мен кәдімгідей уже түсіндім. Менен кәдімгідей қателік кетіп жатқанын. Жақсы, енді ол түсінген болатын болсаң, ол жақсы дүние. Ал бағанағы екінші сұрағым сол әке-шешеңмен сөйлестің ба негізі? Айттың ба әке-шешеңе мен осы қызды алсам ба, алмасам ба деген сияқты? Әке-шешеңе көзқарасы қалай әке-шешеңнің? Мына болған ситуациядан кейін көзқарастар жаман болды, кәдімгідей жаман болды. Жәнібек кәдімгідей сен тоқтат деді, оның бәрін болды тоқтат. Сен өзің жоғалтып алдың, сен бала. Сені мүлдем біз түсініп жатқан жоқпыз. Сен қайда жүрсің, не істеп жүрсің, не қылып жүрсің, неге жүрсің? Сен даже Маямен болып жатқан екеуінің арасында ештеңе айтып жатқан жоқсың бізге дейді. Соншалықты не болды саған деген кәдімгідей қарсылық өте болды, қатты болды. Бірақ кеше бір 3-4 сағат отырып сөйлесіп көздерін жеткіздім. Енді айттым, уақыт келе бәрі дұрыс болады енді. Сөзіңізді бөлейін енді, отбасыңыз Маяны ұстап қал дегендей сізді ұрысып жатыр, бірақ енді өткен жолы араларыңызда мәселе болған Маяның ата-анамен тұру тақырыбы шешілді ма жоқ па деген сұрақ, сол туралы білеміз.